Қызылордада ұлыстың ұлы күні қарсаңындағы көрісу күні амал мерекесі кең көлемде аталып өтті. Ұлттық салт дәстүрді дәріптеген амал келді, жыл келді атты тағылымды шараға қала тұрғындары көптеп жиналды. Арнайы безендірген алаңда киіз үйлер тігіліп, ұлттық нақыштағы көріністер ұйымдастырылды. Табиғат пен тіршіліктің жаңаруын бейнелеген көрмеде жаңа туған қозы-лақтар да көпшілік назарына ұсынылды. Наурыздың 19 мен 24 аралығында Наурыздама 10 күндік аясында қаламызда бірқатар шаралар ұйымдастырылады. Солардың бірі бүгін 14 наурыз күні амал күніне орай қалалық саябақтың алдында үлкен мерекелік шарамыз өткізілуде. Бұл шара барысында салт дәстүрлерден көріністер, ұлттық спорт түрлерінен жарыстар ұйымдастырылуда. Әрі қарай бізде ұлттық салт дәстүрлер күніне орай осы саябақ алдында тағы да салт дәстүрлерден қойылымдар болады. Мерекелік алаңда ұлттық әшекейлер мен қолдан тігілген бұйымдардың көрмесі және батыр киімдегі ер жігіттеріміз көзге түсті. Тұрғындар ұлттық киім киіп, дәстүрлі ойындар ойнатылды. Енді батыстан бастап алған амал мерекесі қазір бүгін Қазақстанға салтанат құрып жатыр. Сондықтан да ұлыстың ұлы күнінің бастауы бұрын бір күн екі күн ғана тойлаушы едік. Қазір қазақылығымыз орнап, салт дәстүрімізге қайтып оралғандықтан 10 күн мерекелеу тойлау жақсы дәстүр қалыптасып келе жатыр. Сондықтан қалалық мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің ұйымдастыруымен бүгін басталып жатқан наурыз тойы амал мерекесі баршаларыңызға құтты болсын. Ұлыс оң болсын, ақ мол болсын, қайда барса жол болсын. Мерекелік шара концерттік бағдарламамен жалғасып, өнерпаздар ән мен биден шашу шашты. Ұлттық құндылықтарды дәріптеген басқосу қала тұрғындарына көтеріңкі көңіл күй сыйлады. Аружан Серікқызы, Ержан Сумағұлы, 7-7 Ньюс.